Бүгінгі біздің тақырып отбасылық бюджет тиын теңгеден құралады. Осыған орай студиямызға екінші қонағымызда келіп жайғасты. Коуч-тренер Шолпан Түспекова. Шолпан ханым, қайырлы күн, көңіліңіз қалай? Өте жақсы. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Бағдарламамызда қозғап отырған тақырып өте өзекті сияқты. Қалай ойлайсыз? Өте жүйелі тақырып. Жанұялық қаражат деген өте жүйелі, өте үлкен тема. Сондықтан оны қалай қалыптастырады, содан жанұяның жағдайы қалыптасады. Бірінші сұрағымыз, отбасылық бюджет деген не? Отбасылық, мен өзімді айтып кетсем, телекөрермендерге бәріне осындай үлкен мүмкіндік туғанына өте қуаныштымын. Мен Түспекова Шолпан ең бірінші анамын, одан кейін жолдасымның серігімін, одан кейін 4 рет енемін, одан кейін көп немеремнің әжесімін, содан кейін ғана іскер әйелмін, содан кейін ғана тренермін. Бәрекелді. Мен айта кететін жағдай, отбасылық бюджет деген жанұялық қаражат. Жанұялық қаражатты есепке алу. Жанұялық қаражаттан, жаңа сіздердің әңгімелеріңізден естіп жатырмын, көп жанұя тапшылықтан ажырасып кетеді. Қиыншылыққа төзе алмай кетеді. Соның бәрі жоқшылықтың арқасы. Жоқшылық есептің жоқтығынан. Жоқшылық есептің жоқтығынан. Орысша нищета от слова не считать. Біздің санамағанымыздан, біздің есептемегенімізден. Сондықтан жанұялық қаражатты, жанұяны дамытқысы келсе, бай болғысы келсе, бақуатты болғысы келсе, балаларын жақсы жерде оқытып, енді жақсы өмір сүргісі келсе, ең бірінші қаражатты есепке алу керек. Бірінші қағида қаражатты есепке алу керек. Екінші, сол есепті бақылау керек. Үшінші, кіріс пен шығысты қалыптастыру керек. Кірісіңіз шығыстан көп болып тұру керек. Біздің айналайын қазақтың ең бір үлкен әдеті, біздің шығысымыз кірісімізден көп. Сондықтан қарызға батып жатамыз. Жанұялық қаражат деген есеп міндетті түрде есепке алыну керек. Сонан кейін сол есепті қадағалау керек. Сонан кейін кіріс пен шығысты, жаңа сіз өте жақсы айтып кеттіңіз, кіріс пен шығысты болашақта бағдарламайтын жоспар болу керек. Бағдарлайтын жоспар болу керек. Өйткені жоспар болған кезде ақша санаулы. Оны сен бет алды жан-жаққа жұмсамайсың. Ал енді кейбір әйелдер аз ақшаны бәріне жеткізіп үлгереді, ал кейбір әйелдер көп ақшаны жеткізе алмай әлек болып жатады. Оның себебі бұнада. Аз ақша алатын әйелдер, олар білет аз ақша алатын, басқа ешкімнен көмек күтетінін білмейді. Білет, сондықтан сол аз ақшаны алдын ала бөліп қояды. Ең басты төлемдерді, біздің өмірімізге қажетті төлемдерді, азық-түлік, денсаулық, білім, сол салаға бөлетті. Басты төлемдерді бөліп қойып, сонда қалған табысын келесі айлыққа жеткізуге оның толық мүмкіндігі бар. Ешкімнен қарыз сұрамайды. Ал көп табыс тапқан келіншектер, олар ақша жеткілікті деп ойлайды да, оңды солды шаша береді. Оңды солды шашқанның арқасында қай есептің, қай жұмсаудың дұрыс-бұрыс екенін байқамай қалады. Жүйелі жүрмейді ғой. Жүйелі жүрмейді. Бағдарлама жоқ. Сондықтан олар соңында басты төлемдерге келгенде олардың уже қаражаты жоқ. Сондықтан олар қарыз алады. Сондықтан олардың ақшасына жетпейді. Шолпан ханым, бағдарламамызға 500 мың ақш доллар қарызынан құтылған кісі келеді, коуч келеді дегенде мен бағдарлама бір жайында қалды, ойым барлығы сізде болды. Осы жайлы әңгіме қозғасақ. Біріншіден 500 мың доллар қайда жібердіңіз? Мен айта кететін жағдай өте жақсы сұрақ. Көп адам қалай жаптыңыз деп сұрайды. Бірақ ол қай жақтан пайда болды деп сұрамайды. Мен туылған жанұяда 5 ұл 5 қыз бар. 3 ұл ерте кетіп қалды, 2 ұл 24-27-сінде қайтты. Солардан қалған балалар, мен ең кіші қыз болғаннан кейін менің мойнымда болды. Мен жалғыз емес, менің апаларым да қатты көмектесті. Бірақ сонда да болса, сол бауырларымның балаларына үй алып берем, солар баспанасыз қалмасын, өзімнің үйімнің жағдайын жасайым, бизнесте жүрем дегенде, сол балаларға үй алып берем деп, соны ипотеканы ала берген. Сонымен сондай несие банктан қалыптасқан. Сізде де бұндай қателік болыпты ғой? Менде үлкен қателік болды. Мен сол қателікті жеңгеннен кейін келіп отырмын ғой. Мен 10-15 жыл сол несиемен өмір сүрдім. Менің көңілімде күдік болды. Сенімді жоғалтып алдым өмірге деген. Сөйтіп қинал. Бірақ мен өте көп жұмыс жасадым. Табысты да көп таптым. Бірақ сол табыстың берекесі болмады, есеп болмағандықтан. Сондықтан біздің қазақтың бір жақсы сөз бар. Кен жерде керегін таба алмай жүрген деген. Кен жерде керегімді таба алмай айналып жүре бердім.
Сондықтан 2010 жылы Сайдмұрат Давлатов деген мырзамен кездесіп, ол кісі енді қаржы жөніндегі ең бірінші консультант Средний Азияда. Сол кісі менің өзімнің бар қателігімді көрсетті, менің стратегиямның дұрыс емес екенін көрсетті. Енді осы жерде айта кетсеңізші, экран ар жағында көптеген қателік жіберіп жүрген кісілер көп. Яғни сіз тапшылықтан туындаған, осы күнде тапшылықтан туындағаннан кейін осындай жағдайға жетіп мына жатырсыз. кітаптың арқасында құтылдым. Долги тают на глазах деген. Қарыздың ғажайып жоқ болу деген сөз қазақша. Сондықтан осы кітаптың арқасында құтылдым. Бұл кітап Қазақстанның мынау Алматы қаласының барлық кітап магазиндерінде бар. Сондықтан Осы жерден енді өзіңізге түйіп алған мен түйіп алғанымды айтып кетейін. Ең бірінші 10-15 жыл бұрын 10-15 жыл бойы сіздер егер несиемен қарызбен өмір сүрсеңіз, мынау қазақ халқына да айтатыным, көп уақыт 3 жылдан астам сіз несиеде жүрсеңіз, сіздің сана сезіміңіз, ұғымыңыз уже қарыз адамның ұғымына ауырып кетеді, қалыптасып қалады. Қараңыздар, қарызда жүрген адамдар қалай ойлайды? Олар сыртқы ресурс іздемейді. Ішкі ресурс іздемейді, тек сыртқы ресурс. Қарыз ала бергісі біреу берсе екен, мен оны жарасам екен. Жоқ, жарсын. Мына қарызды алып, мына қарызды жабады. Банктан алып, сонымен қарыз көбейе береді, сонымен қалыптасып кетеді. Ал енді мына ішкі ресурсты іздемейді, ішкі ресурсты оятпайды. Мен сол қателігімді көрдім. Яғни жоқтан бар жасамайды. Жоқтан бар жасамайды. Сондықтан мен енді өзімнің ең бірінші қателігім, мен ішімдегі ресурсты шығармайды екем. Менің бай тәжірибем, 15 жыл бір жерде жұмыс жасағаным, халықпен жұмыс жасағаным, менің өте үлкен көрсеткіштерім, жетістіктерім мені басқа жолмен табыс табуға мүмкіндік береді екен, бірақ мен сол мүмкіндікті көрмейді екен. Енді Шолпан ханым, осы жерде келесі сұрағым заңдылық деп ойлаймын. Көптеген адамдар өмірлік ұстанымы еңбекпен тапқан ақшаның ғана дәмі болады, еңбекпенен ғана терлеп, тепшіп тұрып табыс табу керек дейді. Ал енді жеңіл ақша келеді. Мысалға, сенің ойын барлығы өзіңізде айтып отырсың ғой, неғұрлым қалай ойлайсың, соғұрлым саған да барлығы келеді деген сияқты. Жеңіл ақша маған келсін десе, ол дұрыс емес деген пікірді ұстанады. Бұл қате түсінік. Мына қараңыздар, менің мысалымды алыңыз. Мен 15 жыл жұмыс жасадым. Неге менде береке болмады? Неге менде қарыз болды? Неге мен үйде жатып алған жоқпын. Мен өте еңбекқор келіншекпін. Бірақ сол еңбектің берекесін көрмедім. Мен осы жерде бір кішкене орысша айтсам, рұқсат па деп сұраймын сіздерден. Большие деньги зарабатываются не физическим трудом, они зарабатываются умственной энергией. А умственная энергия, она создается от знаний. Менің білімім болмады. Мен сол білімді алғаннан кейін өзімнің ішіндегі бар талантымды, қасиетімді, жаңағы тәжірибемді шығарып, өзімнің шығыстарымның бәрін қатаң түрде есепке қойдым, оны бақылауға алдым. Мен өзіме керек деген заттарды ғана алып бастадым. Ал енді көңіл күй, той, тумалақ, жаңағы развлекательный заттардың бәрін жойдым. Көйлек, сіз любой келіншектің шифонерін ашсаңыз 365 көйлек тұруы мүмкін. А мне нечего надеть деген адамдар бар ғой. Вот. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге тағы да қайырлы күн дейміз. Біз бүгін Ания екеуміз өте қызықты тақырыпты қозғап отырмыз. Отбасылық бюджетті қалай үнемдеуге болады, немесе қалай баюға болады, қалай көбейтуге болады деп бағдарламамызға өте кәсіпкер, коуч-тренерді шақырдық, Шолпан Түспекова. Әңгімемізді жалғастырайық. Шолпан ханым, енді сіздің өзіңіздің тренингтарыңызда сізге келген халықты неге үйретесіздер? Келген халықты барлық зат, халықтың қандай мақсаты болмасын, арманы болмасын, қаражатқа кеп тіреледі. Қаражатқа. Саяхатқа барғысы келе ме, денсаулығын жөндегісі келе ме, баласын оқуға түсіргісі келе ме, үй алғысы келе ме, көлігін ауыстырғысы келе ме, соның бәрі қаражатқа. Сол қаражатқа үйретеміз. Сол қаражатты қалай? 100 адам бірдей табыс табады екен. Оның 20-сы ол табысты ұстап біледі екен де, 4-еуі соны көбейтіп біледі екен. Неліктен? Бәрі бірдей табады. 20 адамның ақша туралы білімі бар. Сол ақша туралы білімін мына «Мен және ақша» деген кітаптан алуға болады. Толығын. Мен және ақша. Жанұялық бюджетті қалай қалыптастыру керек, қалай кіріс пен шығысты балансқа келтіру керек, қалай кірісті шығыстан көбейту керек, соның бәрі осы кітапта жазылған. Бізде Инста-әлемге, Инстаграмдағы парақшамызға мынандай сұрақ келіп түсіпті, көрерменнен 30 000 теңгені бір айға қалай жеткіземін деп. Мінеке, дәл сіздің жаңағы курсыңызға келіп отырған көрермен деп санайықшы соны. Соны 30 000 теңге. Қараңыздар, мына екі әдемі келіншек, біреуіңіз 300 000 таптыңыз, біреуіңіз 30 000 таптыңыз айдың басында. Айдың соңында 30 000 тапқан келіншектің 2 000 теңгесі қалды, 3
300 мың тапқан келіншекте ештеме жоқ. Қай адам бай? 2000 теңгесі бар адам бай, дұрыс па? Бұл әдемі келіншек өзінің 30 мың теңгесі болса да, соны бөліп білді. Соны жоспарлай білді. Соны басты төлемдерін төлей білді. Қарыз қалған жоқ. Қайта екінші айға көшкенде 2000 теңгесі қалды. Ал 300 мың теңгені алған келіншек оңды солды таратып, дағы қарызға да батып, келесі айға. Сондықтан ақшаны табуда емес мәселе, ақшаны жұмсауда, ақшаны бөлуде. Ең үлкен мәселе ақшаны бөлуде. Сондықтан 30 мың алған келіншек, егер сол ақшаны дұрыстап үнемдеп, жанұялық жаңағы басты төлемдерді, азық-түлікті, балаларының оқуын, балаларының жол күресін шығарса, соның өзі уже өмірін талай нәрсесін жеңілдетеді. Қай жастан бастап кішкентай балаға қаржылық сауаттылықты үйрету керек? 11-12 жас. 11-12 жаста бала түсініп бастайды. Ақшаның құнын, ата-анасының еңбегін, ата-анасының тапқан табысын үнемдеп қарауға баланың сол кезде сана сезімі дайын болады. Одан ертерек ол бекер. Яғни оған ақшаны береміз, мінекей саған бір аптаға дейміз, өзі үнемдей ме, жарата ма? Баламен кішкене финансовый интеллект өткізу керек, қаражатты қалай жұмсау керек екен. Мәселенки дүкенге бара жатқанда оны кішкентай уақыттан тәрбиелеуге болады. Дүкенге бара жатқанның алдында баламен келісіп алуға болады. Біз бүгін дүкенге барамыз. Мен саған бір ғана ойыншық алып берем. 3000-нің көлемінде. Болды. Қараңыз, сіз балаға уже жоспар беріп қойдыңыз. Бала дайындалып барады да, сол ақшаға іздейді, қайсысы келіседі. Баланы да сіз ойландырасыз. Бала барып жаппай ала бермейді. Ал дүкенде барып жаппай алып айқайлап атса, ол да онша жақсы көрініс емес. Сондықтан бала үйден дайын болып шығу керек. Шолпан ханым, енді мен ата-ана ретінде 11-12 жас деген тым кештеу сияқты. Мен қазірден бастап 4 жастағы қызымды үйретіп жатырмын. Тіпті 1 жастағы Арсланыма да, ұлыма да әлі тілі шығып бұлдырлап сөйлеп жүрмесе де, қандай да бір зат алмасақ та, осы заттың бағасын, құнын айтып, бұның қайдан қалай келгені жайында кішігірім аз ғана мағлұмат беруге тырысамын. Өйткені оның бәрі баланың сана сезіміне құйылады және де ақшаның аспаннан келіп жатпағанын жақсы түсінеді деп ойлаймын. Осы ретте енді айта кетейін, сізден білейін дегенім, сіз енді 4 рет ене атандым дейсіз. Жалпы өзіңіздің отбасыңыздың бюджеті және балаларыңыздың отбасылық бюджетіне араласасыз ба? Аралассаңыз қаншалықты жиі жасайсыз? Тіпті қадағалауға тырысасыз ба? Мен түсінгенім, отбасылық бюджетті бірге ұстау керек па, ата-енемен ұстау керек па, ер азамат пен әйел азаматы бірге ұстай ма, бөлек ұстай ма, қалай сондай бір сұрақ туады да, көп тренингте сондай сұрақ туады. Мен оған мынандай жауап айтқым келеді. Ең бірінші, сіздер жанұяда бірге тамақтанасыздар ма, бөлек тамақтанасыздар ма? Бірге болса? Бірге болса, бірге тамақтанады бәрі. Қаражатта бірге болу керек. Баланы тәрбиелеу, үйді дамыту, үйге не алу, көлік алу, саяхатты бұл, соның бәрі ортақ деңгейде пікірлесумен шешілу керек. Ол бір. Сонда жанұяның да. Ал енді мен өз басым бірде-бір баламның қаражатын араласып көрген жоқпын. Араласпадым. Өйткені ер жеткен, үйленген бала, үйленердің алдында ол уже жоспарлайды. Мен жанұямды қалай алып жүрем, қалай сақтайым, қалай азық-түлікті қамтамасыз етем, қалай келіншегім маған тұрмысқа шықпағанына өкінбейтіндей жағдай жасайым. Оны олар жоспарлау керек. Ал енді жоспарлады, үйленді, бізде бәрі жоспарлымен болмайды ғой. Өмір болғаннан кейін неше түрлі оқиғалар болып тұрады. Сондықтан ондай оқиғалар оларды шыңдайды. Мен балаларым жетіспейді деген әңгіме айтқанда айтам. Жетіспейтін болса, көбірек табуға тырыс. Ең үлкен жақсы мәселе. Қараңызшы, ұлдарыңыз өздерінің жеке табысы бар, сізден бөлек. Ал егер сізден көмек сұрап жатса, мысалға? Бізден көмек сұрап жатқанда, біз өзіміз көмектесуге де дайынбыз. Мен өзім көмектесем, тек қана бір затқа. Үлкен семинарға барам десе, білім алам десе, бизнес ашам десе, істеп жүрген бизнесін ұлғайтам десе, ал енді жаңағыдай көлік алам, саяхатқа барам, можно сказать, вот тусовки, кайфушки, я их не финансирую, ал енді жаңағыдай жүйелі тексерістен өткен затты балам жұмыс жасайын деп тұрса, мен бар ынтаммен, инвестиция дейді ғой, яғни біліміне құяды, көмектесуге дайынмын. Шолпан ханым, бүгінгі әңгімеміз өте қызықты болып жатыр. Кеңестеріңіз бір майдай жағып жатыр. Қазір бағдарламадан кейін бар, бірденен ақшамды санай бастаймын. Енді ойымызды кішкене түйіндесек, ақшаны үнемдеп, оны көбейту үшін не істеу керек, Шолпан?
Шолпаннан, Шолпан ханымнан 5 кеңес. 5 кеңес. Ең бірінші кеңес. Ақшаны өсетін, дамитын салымға салу керек. Депозит. Екіншісі, сіздер біреуге... Яғни 1000 теңге, 2000 теңге болса да салып отыру керек. Салып отырыңыздар. Көп адам ойлайды, 1000 теңге, 2000 теңге, 10 000 теңге не үшін салам? Ол салынбайды, оны көбейтіп салам деп. Ол дұрыс емес. Сіздің 2000 теңгеңіз, 10 000 теңге шақырып жатады. Екіншісі, сіз іскер біреуге партнер ретінде серіктестікке кіруіңізге болады. Екінші. Үшінші, бизнесқа салуыңызға болады. Егер бұл үшеуі жоқ болса, ақшаңызды тек қана жай сақтап қойыңыз. Үшеуіне де жетпесе, серіктікке жетпесе, бизнес ашуға жетпесе, тек ақшаны жинап үйреніңіз. Төртіншісі, ақшаны табуға біліміңізді ұлғайтыңыз. Өзіңізбен бірге мынандай тамаша әдебиетті алып келіпсіз. Бұл не, қандай? Маған көмектескен, мен ең үлкен затты айтқым келеді. Менің өмірімді өзгерткен затты айтқым келеді. Ой өзгермей, өмір өзгермейді. Дұрыс айтасыз. Егер сіздің ойыңызда, мен жаңа сізден бір жақсы әңгіме естідім, нужно верить в сознание, тогда ты будешь это видеть в жизни. Нужно верить, тогда ты увидишь. Богатые люди верят и видят, бедные люди верят только тому, что видят. Вот здесь я поверила, что я стану богатой. Мен несие туралы емес, мен табыс туралы ойлап бастадым. Мына жерде стратегия мышления бедных и богатых. Мына жерде мен және ақша. Бұл жерде толығымен сіздің жанұялық қаражатыңыздың бюджетін бөлу, распределение сол туралы жазған. Ал енді мынау, сіз бір тұғырыққа тіреліп жүрсеңіз, қарыздан шыға алмай жүрсеңіз, қиналып жүрсеңіз, сұрақтарыңызға жауап таба алмай жүрсеңіз, духовные законы богатства. Шолпан ханым, студиямызға келіп, осындай тамаша кеңестеріңізбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Міндетті түрде сіздің тренингтарыңызға Диана екеуміз барып қайтуға әбден талпынамыз.